الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Алимова Тілеутай Бекбатырқызы 1942 жылы наурыз айының 22 жұлдызында бұрынғы Бөрлітөбе ауданы Қарашыған елді мекенінде дүниеге келді. Әкесі отан соғысының ардагері Алимов Бекбатыр балық қорғау инспекциясының Зорки катерінде капитан болып еңбек етеді. Анасы Алимова Мәкеш Қоянжақ қызы отбасының берекесін жарастырған ардақты ана еді. Тілеутай анамыз жасынан елгезек, еңбекқор болып өседі. Үлгі колхозынан 10 жылдық орта мектепті ойдағыдай аяқтап, жолаушылар теплоходында кассир болып еңбек жолын бастайды. Есенғаранов Аман әкемізбен отау құрып, Көктерек ауылына қоныс аударады. Өмірінің қиын да қызықты кезеңдері осы ауылда өтеді. Әкеміз Аман 1991 жылы біз енді ержетіп келе жатқанда дүниеден өтті. Анамыз өмірге 2 қыз, 5 ұлда келіп, күні бүгінге дейін ешкімнен кем қылмай өсіріп, қызығын көрді. 7 баласынан 21 немере, 11 шөбере сүйіп, бақытты ғұмыр кешті. Биыл 80 жастан асқан шағында анамызды соңғы сапарына мәңгіліктің мекеніне шығарып салдық. Дүниеде анаға жетер жан бар ма? Ананың мейірімді жүзі, аялы алақаны, әр қайсымызға ерекше ықыласы, құрақ ұшып елпілдеп қарсы алғанын, туыс туғандары мен ағайындарына көрсететін сый құрметін қалай ұмытамыз? Арада 40 күн уақыт өте шықты. Бүгінде жаңрағының шаттығы болған ұл қыздары, келіндері мен күйеу балалары, немерелері аяулы ананы, ардақты әжені сағынып іздейді. Жарқын жүзіне қарап, сағына еске алып дұға тілейді. Жаныңыз жәннатта, иманыңыз жолдас, жатқан жеріңіз жайлы болсын, аяулы анамыз. Асыл анам, аяулы анам ардағым. Сен сыйладың мың өмірдің бар мәнін, парызымды өтедім бе білмеймін. Тек өзіңді қуанту ет арманым. Жоқ анашым, бәріне де шыдаймын. Құдіретіне қарсы шықпай Құдайдың, тек жаныма бататын анашым. Құны жоқ қой сенсіз өткен күн айдың. Суретіңмен сөйлесемін оңаша, жансыз сурет, сен де бүгін мұңайдың. Үнсіз жатыр өзің басқан боздалам, боздаламда әрең-әрең қозғалам. Сағыныш қой, сол баяғы мендегі, жүрегімнің шерлі күйін қозғаған. Ару ана, естисің бе сен мені? Боздалада ботаң қалды боздаған.